Жас, бола ма сен? Асан, Маған. Жігіттер, бір өтінішім бар еді. қандай? 5-ші сабақ бітем дегенше 5 мың қойып тастаңдаршы. Братан, 5.000 тым ауыр ғой. Солай болып қалды енді. Бір көмектеріңді беріңдерші. Бүгін сендер маған, ертең мен сендерге көмектесем дегенде. Болды, братан, барынша көмектесеміз. Күтем, я, жігіттер. Бля, ең жетпегені мынау ет жаңадан келіп алып. Не істейміз? Жинап береміз ба? Жоқ, жинамаймыз. 5-ші сабақтан кейін келсе не істейміз? Таппадық деп айтамыз. Бұл бізге не істей алады дейсің? Жас. Че там? Братан, сыныптың ұлдарынан да қыздарынан да сұрадым. Ешқайсысында жоқ. Вообще жоқ па? Вообще дегенде, кішкене бар енді. 290 теңге. Братан, просто түсінші. Жинайтын теңге көп болып кетті. Түсінемін ғой. Жоқ, керек емес, сал қалтаңа. Ренжімеш, братан. Бәрі нормально. Кіре бер. Жақсы, рахмет. Алло, қалың қалай, Санжик? Жақсы, Асик, өзің қалайсың? Неге хабарсыз кеттің? Жаңа мектеп қалай? Жақсы бәрі. Кейін асықпай айтып берем ғой. Санжик, мен саған бір өтінішпен хабарласып тұр едім. Айта бер. Маған срочно 5 мың керек еді. Шыға ма сенде? Салып жіберем ғой. Рахмет, брат. Кейін салып берем ғой. Жоқ, Асик, қайтарма қой. Арамызда 5 мың теңге тұрмайтын шығар енді. Өзіңде бәрі дұрыс па? Иә, жақсы, рахмет. Брат, менде уақыт аз еді. Кейін хабарласармыз, иә? Базар жоқ. Ана сонда үндемей кетіп қала салды ма? Қуатын қысты да кетіп қалды. Ақшаны жинап бере салу керек пе еді? Қойшы. Ең жетпеген соң жаңадан келген оққа ақшалап беріп еді. Шалда келсе старшап. Енді қайтейін? Асан, Али. Жалбыршашына қалайсың? Тұрыңда. Че там, Аслан айтты ма? я, братан, айтты. Айтса жинап беріңдер. Жинамайды екесіңдер, аза братан мен айыр. Мен айырса, мен сендерді айырам. Түсіндіңдер ғой? Бірінші очередь сенен бастаймын, Диас. Жинап жатырмыз, братан. Қалай жинап жатырмыз? Жинап бітпедіңдер ма не? Соңғы сабаққа дейін бітеміз. Тездетіңдер. Тездет. Айттым саған жинап бере салайық деп. Кетші. Аслан, әлі жинамағансың ба? Жинадым. Просто маған карточкаға жіберді, соны шешіп алу керек. Қашан жинап берді? Қалай айттым, сол кезде жинап берген. Қош, Диас маған әлі жинап жатырмыз деді. Или че, 9-дарға сөзің өтпей, өзім қойып бере салам деп ойладың ба? Брат, түсінші, просто жағдайлары болмай тұр екен. Жағдайларын көттеріне тығып қойсын олар. Жарайды, жүр кеттік түсіндіріп қойдайық. Нені? Сен старшак екеніңді